Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін тоқаш пісірамыз, яғни булочки. Мынаны неғып көрсетіп тұрмын. Себебі біз кішкене су, бір қасық дрожжи және қант, тұз салып, кішкене ұнды араластырып, осыдан бір сағат бұрын осындай ашытқы жасап алдық. Бұл ашып тіпті төгіліп кетіпті міне. Бірінші осылай жасап алып, яғни дрожжыны ашытып алып, осылай жасаған өте дәмді болып шығады. Яғни қазір енді ары қарай жалғастырамыз. Енді 1 килограмм ұнды салып алдық, оған 2 жұмыртқаны қосамыз және маргарин май, яғни мен пампушканы қосам. Бұның мен қазір жартысын ғана қосамын. Содан кейін жаңағы дайындап алған ашытқымды, бұл ашытқы әрине маған жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан да суға қант қосып, тағы қосымша жетпей қалғанымды езетін суымды дайындап аламын. О жерде қант қосып деген себебім, мен өзімен тәтті болғанын қалап тұрмын. Яғни мен 2 жұмыртқа, сәл қантымды және майымды салдым. Енді мына дүниені салымда илеймін. Дәл осылай міне илеп жатырмын. Илеу процесі осылай кетіп жатыр міне. Нанды неғұрлым жұмсақ, қатты емес, бірақ өте жұмсақ қып илемейміз. Орташа қылдырып илеп шығамыз. Жаңағы иленген нанымызды дәл осылай күлчелеп алып, енді формаға салып жатырмыз. Енді дәл осылай пісқан булочки міне. Осылай пісті, өте әдемі әрі дәмді. Ыстық әрі